Сәлеметсіздер ме? Қазір біздер натюрморттың аяқтау кезеңіне жақындап қалдық. Барлық жұмыстарды жалпылама кезеңін жасаймыз. Әрбір заттардың жарық көлеңкелерін қарастырамыз. Бірінші жоспарда екінші жоспардың негізгі өңдерін қарастырамыз. Шығыныңқы шегінгі заттарды тексереміз. Және натюрмортты жаңа көзбен қарап, жаңа көзқараспен қарап, материалдардың негізгі жарық көлеңкесін іздейміз. Көріп отқандарыңыздай, натюрморттың алдыңғы жоспары аяқталған секілді, бізге тек артқы жоспар, артқы қабырғаларды аяқтауымыз керек болады. Бұл қоңыр сұр маталардың негізгі өңдерін әрі қарата басып жалғастырамын. Ақ матадан сұр матаны бөліп айырмашылығын көрсетуіміз керек. Өңдердің арақатынасын айырмашылығын бағыттауымыз керек. Қаттылығы орташа қарындашты аламыз. ТН немесе HB деген қарындашты келеді бұл жерге. Ұштарын жақсылап ұштап жұмысты жүргіземіз. Артқы жоспардағы штрихтар өте жалпақ, кең ауқымды болып келеді. Алайда қолдың салмақ басымдығын байқап, мықты басып алмауымыз керек. Яғни қарындашты қатты баспауымыз керек. Салмақ түсімін байқап, жұмсақ жазуымыз керек. Осылайша жарықтың әсерінен көлеңкенің түскен бағыттарын штрихпен созу арқылы әр бағытта жүргіземіз. Кей жерлерде ашық реңктер болуы мүмкін. Бұл қабырғаның жоғарғы жақ бөлігінде, кейбір бөліктерді штрихтермен толықтырамыз. Яғни қабаттап жүргізу арқылы штрихтарды қосамыз. Осылайша біздер сұр матаны толықтырдық натюрморттың оң жақ бөлігіндегі. Жай көлеммен, қарындаштың көлемін баса отырып, ақ матаны да сұр матамен біріктіріп, артқы жоспарды бірыңғай біркелкі жүйеге келтіреміз. Яғни көрерменнен алыс заттар бір жүйеге келу керек, өңдері бойынша. Жеңіл нәзік штрихтармен жұмыс жасаймыз. Осылайша біздің натюрморттың бұрышы жұмсарып біркелкі болды. Келесі кезең. Ақ матаның жарық бөлігімен жұмыс жасаймыз. Натюрморттың тік қабырға мен көлденең қабырғаның айырмашылықтарын көрсетуіміз керек. Ескертетін бір мәселе, жұмысты бүлдіріп алмас үшін ақ қағазды қою арқылы саусақтардың іздері қалмас үшін осындай ұтымды сәтті пайдалануға болады. Қағаз қойып, ал енді менімен бірге бақылап отырып жұмыс жүргізейік.
Сонымен жұмыстың аяқтау мәресіне жетіп қалдық. Бүгін біздер натюрмортты толықтырдық. Қоңыр қара матаны, сұр матаны, натюрморттың алдыңғы ұсақ бөліктерін, табақтың негізгі өңдерін бере отырып, артқы жоспарға ығыстырдық. Натюрморттың қоңыр бөліктерін артқы жоспардағы маталарды біріктірдік. Натюрморттың алдыңғы жоспарын қостық. Сонымен қатар тақтайдың негізгі түспе көлеңкелерін толықтырамыз. Осылайша бүгін жұмысты аяқтау кезеңіне жетіп қалдық. Заттардың материалдығы көрініп тұр. Алдыңғы жоспар, артқы жоспар негізгі мақсаттары орындалды. Оңдық қатынастар біркелкі болды. Осылайша сіздердің жұмыстарыңыз аяқталды деп сенемін. Сау болыңыздар.